Астанамыздың төрінде Қазақ елі монументінің жанында бір керемет шара өткелі жатыр. Астана қаласы дін басқармасы, дінді зерттеу орталығының ұйымдастыруымен «Қызым саған айтам» деген қыз балаларға арналған 2 күндік курс болады. Ол курстың аясында енді өзімнің ұлттық құндылықты дәріптеуші болғаннан кейін қыздарымызға ұлттық тәрбие жайлы, салт дәстүрлеріміз жайлы және тағылымы терең біздің әдет-ғұрыптарымыз жайлы, сонымен қатар мақал-мәтелдер жайлы тақырыпта дәріс оқымақпын. Басты мақсат осы елордалық қыздардың басын қосып, осы жазғы демалыс кезінде әкімдік тарапынан мән беріліп жатқан себебі бүгінгі қыз балалар ертеңгі ана, ұлтты елді тәрбиелейтін кісілер болғандықтан бойларына өзіміздің қазақи құндылықтарды, ұлттық құндылықтарды мейлінше көбірек сіңіруге жасап жатырған әрекет деп білеміз.